Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 40 қабат қосылған пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін алдымен қамыр илейміз. Електен өткізген астығымызға бір жұмыртқа саламыз. Қаймағымызды саламыз. Келесі аштығымызды саламыз және тұзымызды саламыз. Үстіне жылы суымызды қойып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да бір басып шығамыз. Шамамен жарты сағатқа жылы жерге қоя тұрамыз. Қамырымыз көтерілгенше 40 қабатты турап шығамыз. Қызып тұрған майда 40 қабатымызды сарғайғанша қуырып шығамыз. Үстіне дәміне қарай тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Консервідегі балықты шанышқының көмегімен езіп шығамыз. Менде мынау консервідегі сельд балығы. Балығымызды жаңағы қорылған 40 қабаттың үстіне салып, араластырып шығамыз. Үстіне бір жұмыртқаны саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын. Осы қамырымызды екіге бөліп аламыз. Бірінші бөлігі, яғни кішкене, үлкендеу болуы қажет. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқалап жайып шығамыз. Майланған табаға орналастырамыз. Үстіне начинканы салып, жайып шығамыз. Қамырымыздың екінші бөлігінде жайып шығамыз. Қамырды жайып шықтым, енді пирогтың үстін жауып шығамыз. Енді әрі қарай видеодағыдай көргендей шет жақтарын түйіп шығамыз.
Пирогымыздың бетін жана жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті. Үйдегі қарапайым заттардан пісіріледі. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.